Сәлеметсіздер ме? Пайда мен зиян YouTube каналының көрермендері. Бұл каналда сіздермен үнемі денсаулығымызға, күнделікті өмірімізге қатысты пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамыз. Бүгін сіздерге күнделікті тұрмыстағы ашытқының, яғни дрожжының зияны мен пайдасы туралы айтатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Алдымен видеомызға лайк басып, каналымызға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Келесі видеоларымызды жіберіп алмас үшін. Дрожжи ерте кезден қолданылып келе жатқан тағам түрі. Тек 19 ғасырда микробиолог Пастер ресми түрде патенттеген болатын. Сол кездің өзінде оның пайда мен зияны қызу талқыда еді. Алайда ашытқыны белсенді түрде күнделікті өмірде қолданыла берді. Шын мәнінде дрожжи саңырауқұлақтар. Бұл кішкентай саңырауқұлақтарды өлтірушілер деп атаған. Өйткені олар денеге еніп теріс әсер етеді және дененің сау жасушаларын іштен улайды. Жалпы, ашытқының келесідегідей денсаулыққа әсер етеді. Біріншіден, ағзаға тоздырғыш әсер береді, яғни денеге енген соң олар көбейіп өседі. Сондықтан адам ағзасындағы витаминдер мен пайдалы элементтермен қоректенеді. Екіншіден, иммунитет әлсірейді. Үшіншіден, асқазанға ойық жара, гастрит және созылмалы іш қатуы болуы мүмкін. Төртіншіден, құрамында зиянды химиялық элементтер мен ауыр металдар бар. Бесіншіден, бауыр, жүрек және өкпе ауруларының дамуына ықпал етеді. Алтыншыдан, қан айналымын қоюландыруы мүмкін. Жетіншіден, ішек микрофлорасы шабуылға ұшырайды. Сегізінші, қандағы кальций мөлшерін төмендетеді және тағы басқа да адам ағзасына кері әсерлері бар. Біздің әжелеріміз бидайдан, сұлыдан, мейізден және тағы басқа пайдалы табиғи дақылдарға негізделген нан өнімдерін пісірген. Міне сол ашытқылар зиян емес және олардан пісірілген тағамдар хош иісті, дәмді және пайдалы. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі келесі видеоларда осындай пайдалы ашытқылар жасау жолын және олардан қалай нан өнімдерін пісіру жөнінде айтатын боламыз. Келесі видеоларда кездескенше.